Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін пицца дайындайтын боламыз. Алдын ала ашытылған қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз. Осылай оның үстіне қойып, дөңгелектеп формасын жасап шығамыз. Оқтауымызбен жұқа етіп, домалақтап жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Үстіне кетчуп және майонез құямыз. Осылай жағып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне шұжықтарымызды қойып шығамыз, өзіміздің қалауымыз бойынша. Және жүгері. Ең үстіне қызанақтарымызды қойып шығамыз. Дайын болған пиццамызды 180 градуста 30 минут пісіріп шығамыз. Жұмсақ болады, созылмалы, жұп-жұқа. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге Ақнұр Ерғалиқызы.